Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге түріктің оригинал классикалық баклавасын сүтті шәрбетпен әзірлейміз. Бұл баклаваның дәмі өте әдемі, өзіндік ерекше дәмі бар болып шығады. Бұл баклаваның қамырының үйлену жолы, жайылу жолы алдыңғы түріктің классикалық баклавасында көрсетілген. Сол бойынша қамырын илеп, жайып аласыздар. Содан кейін противенімізге дәлдеп кесіп алып, осылай жинап шығамыз. Әр екі қамырды салған сайын сары майымызды жұқалап жайып, қамырымызды жинап шығамыз. Егер сіздердің қамырларыңызда артық крахмал болса, міндетті түрде қағып жіберіңіздер. Себебі крахмал баклаваның дәмін басқаша етіп бұзуы мүмкін. Астына 8 қамыр, үстіне 8 қамыр етіп, ортасына грецкий орехымызды салып, жинап шығамыз. Жыртылғандар ештеңе етпейді, себебі қатпарлы болғандықтан арасында қалып кетеді. Баклавамызды кесеміз. Баклаваны кескен кезде мұқият әдемілеп кесіңіздер, себебі баклава қалай кесілсе, солай шығады. Үстінен қайта кесіп алыңыздар. Себебі астында кесілмей қалып кеткен қамырлар болуы мүмкін. Майын жағамыз. Майы тым көп болады деп ойламаңыздар, себебі баклавамыз осы майда пісіп шығады. Енді сүтті шәрбетімізді әзірлейміз. Көп қайнатудың қажеті жоқ, 5 минут қайнатылса жетеді. Баклавамызда ыстық, шәрбетімізде ыстық етіп, осылай баклавамыздың бетіне құйып шығамыз. Бетіне қалаған орехімізді сеуіп, сәндеп әрлеуімізге болады. Баклавамыз суығаннан кейін міндетті түрде 1 күнге холодильникке қойып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен оригинал рецептпен бөлісу үшін каналыма жазылып қойыңыз.